Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында қазанның қақпағында пісіп шығатын иісі деген керемет жұп-жұмсақ осындай тандыр нанның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суымызға шекер мен ашытқымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнның ортасын ашып, ашытқымызды құйып, тұзымызды салып, ерігенше қозғап аламыз, содан соң қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды пакетикке орап, 1,5-2 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Қамырымыз көтерілген соң 2 бөлікке бөліп, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Оған дейін біз қазанымызды қыздырып дайындаймыз. Міне біздің газымыздың оты орташа отта, баяу да емес, қатты да емес, осындай орташа болу керек. Және қазанның қақпағында осындай орташа отта бөлек қыздырып аламыз. Қазанның асты қарайып кетпес үшін осылай кішкене тұз салып қойыңыздар. Енді бір қамырымызды алып, нанымыздың формасына келтіріп жайып шығамыз. Енді нанды төңкеріп, астына жұмыртқаның ақуызын жағып, қызып тұрған қазанның қақпағына қоямыз. Ал нанның бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжутымызды сеуіп, газға жібереміз. Осындай орташа отта 20-25 минуттың арасында біздің нанымыз осылай әдемі болып қызарып пісіп шығады. Достар, менің каналымда басқа да өте дәмді, оңай жасалатын рецепт түрлері бар. Осы сілтеме арқылы өте аласыздар. Және каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.